Ал құрметті достар, Келші Қайық бағдарламасы КТК арнасында біздің бүгінгі қонақтар Қарагөз апа, Медеу ағамыз енді постоянно біз жюриіміз, және де Алма Аманжолова. Қош көрдік. Қош келдіңіздер. Мен какой апа? Мен енді әпкемсіз ғой енді. Мен енді батыста апа демеймін. Бізде әпке дейді. Тәте дейді. Тәте дейді. Бізде тәте деп ер адамдар дейді. Ер адамдар дейді. Шымкентте тәте демеймін ер адамдар. Жоқ, оларда әпше дейді. Жоқ, тәте дейді. Мен кім боламын саған? Тәте Жамбылда, Таразда айтады. Мына кісі менің туған аппақ жездем. Қалай? Жеңішім шекеш. Шеркеш, бұл да Соны мен жақында білдім ал. Жақында білдім. Ал, мынау мен ақ жездем. Аппақ жездем. Арғынсың ғой да? Енді. Мен Сіргел болып жүрсің. Аман жүріңіздер. Келші Қайық бағдарламасының бір қызығын айтайын. Өңірлерден, әр жерден келген қонақтар өзімен бірге мынадай подаркалар алып келеді. Дәм, кепкен балық, мынадай нават, фруктылар, бауырсақ пісіріп алып келеді. Мынадай қолдан жапқан компоттарын алып келеді. Ана жерде фруктылар, және де мынадай нелер алып келеді. Қолөнер шеберлерінің жасаған дүниелерін алып келеді. Мен көршім, Марат деген ақ көршім, бүкіл осы қонақтардың сый-сияпатын сахнаға алып шығады. Қызық. Кәм, полючуде сияқты ғой, полючуде сияқты. Мен осы бағдарлама басталғалы жүргізгелі қарайған зат алдым. Нәски, халат, тағын зат, шалбар, бакал, өшім. Біздің көрермендер, аман болайық. Құрметті Астана қаласының тұрғындары, қала қонақтары, 18 ноябрь, яғни қараша бұйыртса, өздеріңіздің сүйікті әнші ұлдарыңыз, көп жылдары Айгөлек бағдарламасында жүргізуші болған Еркеш Хасеннің ең алғашқы творчестволық концерті болады, шығармашылық концерті. Келіңіздер, жақсы кештен құр қалмаңыздар. Еркеш, саған сәттілік тілеймін, бауырым, аман жүр, бар жақсылық тіледім. Үйіме береке боп келдің, көзің әдемі, сөзің әдемі.